Ассалаумағалейкум жігіттер, дәл осындай көлік кетіп тұрған болатын ремонтқа, электриктерге. Көлікте валюметрдің сымдары үзілген және көлік перебоймен істеп тұр. Жаңа дымогенератормен тексеріп көрсек, подсос бар екен. Коллекторде ауа сорып тұр, әдемілеп сорып тұр форсункінің бойынан және коллектордың прокладкасынан. Соны қазір ауыстыратын болады, және де бір-екі тоқтарының бір кесірлері болады. Соны жөндейтін болады электрик балдар. Қандай проблема, прошивкеде не өзгеретін, және де плюстары, минустарын барын айта кетемін. Бір көрсетіп кетейін, бір шолумен 405-ші қозғалтқыш валюметр үзіліп жатқан болғасын евро 0-ға өткіз деп айтқан болатын. Бірақ евро 0-ді қазір тексеріп көреміз. Егер жасалатын болса жасап берем, жасалмайтын болса евро 2-ге өткізіп, мына валюметрдің распиновкасын барлығын тіріп берем. Мен уже валюметрлердің распиновкалердің барлығын плюс виз, масса барлығын кассадан шығарып берген болатын. Тек электрик балдар 1, 2, 4 мына разъемға кіргізіп сала қойса валюметр жасап кетеді. Есімен сөйлесіп көреміз, евро 0 немесе евро 2-ге өткізіп жөн көреміз. Көлікте подсос бар мына жерінде, форсунка жағынан және коллектордың өзіне атып тұр. Головкасын ашқаннан кейін, жапқаннан кейін проблема кетпейді дейді. Ол проблеманы таптық. Біздің тапсырмамыз мына катализатордың алып тастағасын, евро 2 бұл негізінде евро 2 болғасын катализатор болады және тек қана бір датчик болады, лямбдазон, соны сөндіріп беретін болады. Бізде міне бұл фермер газель деп айтады. Енді әркім әртүрлі. Алыс жолдан кетіп тұрған болатын. Осы көлікті прошивкасын жасап, ремонттап, біздің мақсатымыз прошивка жасап беру, датчиктерді сөндіріп беру. Және де 3000 обороттан аспай тұр дейді. Сол 3000 обороттан асырып 6000-ға дейін кішкене жақсартып беру біздің мақсатымыз. Қалғаны электрик жігіттер өздері әдемілеп істейтін боламыз. Және де екінші газель. Бізде тағы да 2-3 машиналар бар. Жасайтын, видеоға түсіретін, оны жайлап очередпен бірге. Мен дос автосервистемін әлі. Бұл қонақ сервис болғасын. Бұл Нұрас автосервис. Нұрастағы бензопырак сол жердегі электрик балдардың көмегі тегесін келіп әрі бейне жазба түсіріп кетіп жатқаным. Ал ендеше барлық процесті қазір көрсететін болам. Қалай жасайтынды, немен жасайтын. Бұйырса Алла қаласа жасап болғаннан кейін көлікті қыздырып көреміз. Көлік қыза ма, қызбай ма, барлығын бір тексеретін боламыз. Бұл көлік бізде Мекас 11 405-ші қозғалтқышпен жабдықталған. 405-ші қозғалтқыштарда Bosch немесе Siemens валюметрмен жабдықталып келеді зауыттан. Ал бізде қазір оның орнына бір орыстың Tel деген валюметрін салып қойған. Көлік қысқаша айтқанда валюметр қатты таңдайды. Өзінің баяғы Bosch Siemens'і табу кішкене қиындауға соқты, сондықтан электрикпен келісіп электронды евро 0 сапасатына түсіруге тура келді. Сондықтан валюметр тапқанша дейін евро 0-ға өткізетін болам. Педалін кішкене жақсартып береміз. Жүрісі жеп-жеңіл болатын. Өрге көтерілген кезде, манатаға көтерілетін кезде, немесе қарағияның ойына көтерілетін кезде кішкене жеңіл алып кетеді. Сол ішінде форсункасы мен алгоритм прошивкасын өзгертетін боламыз. Қазір компьютерді алып, жаңа прошивка жасап бердім ғой. Қазір сол газельге барып тексеріп көрейік, қандай жақсы бола ма, жақсы болмай ма, немесе қандай проблемалар кездеседі қазір прошивка жасағаннан кейін. Соның барлығын көріп кететін боламыз. Ендеше газельге жол тарттық. Қыздырш. Давай қыздар тағы. Компьютер қазір қосып тұр, бірақ қозғалтқыш кішкене ойнап тұр, бүйтіп пақылдап, бұл себебі ауа сорып тұр, валюметр дымогенераторын тексерген кезде прокладкасынан ауа сорып тұр. Мына форсунканың сальнигінен және прокладканың сальнигінен ауа сорып тұрғасын подсос бар. Подсос болғасын және де валюметр айырылып тұрғасын, көлік кішкене қозғалтқышы былай секілдеп тұр. 3000 обороттан аспайтын еді. Қазір қанша обороттан аспайтын еді? 3000-нан аспайтын еді. Яғни басшы. Щитокта кішкене өтірік айтатын жігіт па деймін, осылай міне прошивкасын және ремонтын жасап береміз қазір. Электрик балдар. Проблема бұйырса окончательно перебойын кетіргеннен кейін
бір видеоға түсіретін боламын. Себебі көлік ақтаудікі емес, кетіп қалмай жатса, жетісіп жатсақ түсіріп, окончательный видеосын түсіріп шығаратын боламын.